қатты дайындалдым. Сценарий жаздың. Сценарий деуге де келе ма келмей ма бірдеңелер жазып жатамын, жаттаймын, жазамын, жаттаймын. Айнаға қарайсың, дайындаласың. Айнаға қараған жоқпын, үйде айна болған жоқ. Жағдай болған жоқ. Айна. Болды. Өз түсінбедім ба сұрағын? Мына сұрақты деген. Кім бауырым дайындалып кетші бар. Бізге. Ойбай, глобустағы орта сызық бар ғой. Аты қалай еді? Эквадор ма? Дұрыс. Көпіріп отқан сияқтымын жалғыз өзім. Көп. Мысалы, екеуміз де біреудің уақытын алып отырық қазір. Қарап отырған адам. Дұрыс. Жұмысын жаса деп. Иә. Сөйтіп айта салайық. Екеуміз күшті ертегі айттық. Ал балалар ертегі ұнады ма? Ұйықтаңдар енді. Сәлеметсіздер ме? Эфирде хайп емес. Бүгін бізде қонақта белгілі асаба және Сағыз құрамасының белді мүшесі Дамир Мырзагериев. Біздің студиямызға қош келдің. Рахмет, қош көрдік. Дамир, біз сені Сағыз құрамасының бір белді мүшесі ретінде жақсы танимыз. Жалпы осы КВН құрамасына қалай қосылдың? Оғанда уже так 2000. Мен жалпы университет қабырғасында жүрген кезде КВН ойнап жүргенбіз. Білмеймін, қазіргі студенттер қалай екенін, бұрынғы біздің кезіміздегі деп айтатындай уақыт болып қалыпты уже. Біздің кезіміздегі студенттік шақтың ең қызығы сәттері сол КВН ойнау, көбінесе сол қызығырақ болды. Сол кезде КВН ойнап, одан кейін ауылға барып, біздер Қызылқоға ауданында әр ауыл болып сайыс болатын. Сол сайыс кезінде өзімнің ауылым жалпы ұйымдастырылғанның барлығынан бірінші орын алатынбыз. Сөйтіп Сағыз командасындағы Сағыз, ол кезде Сағыз құрамасында тек қана Сағыздың балалары ғана ойнады, сол Сағызда туып өскен ауылынан. Сөйтіп араластық. 2011-ден бастап Ернар бәріміз жақсы араласып, мен Ернар бізді Қызылқоға құрамасы деп ауданның атынан команда құрды, екінші команда Сағыздан бөлек. Ақтөбе қаласында өнер көрсетіп жүрдік, жақсы жетістікке жеттік. Менің қасымдағы балалар барлығы біреу армияға кетті, біреу жұмыс бар, мен командадан тарап жалғыз өзім қалдым. Қуантқан дейтін бала қалды. Сосын енді бір жетімсіреген бала сияқты болып қалғасын ба? Біздің командамызға кел, Сағызға. Бірге сценарий жазамыз, бірге ойнаймыз деп 2011-де ең бірінші Алматы қаласына премьер-лига алып барған болатын. Содан бері қарай 2011-ден бері қарай Сағыз командасының толық мүшесі болып ойнап жаттым. 10 жылдай бірге сол бітірдік карьераны. Сен өзің Сағызға кеткенде Қуантқан қайда қалды? Қуантқанда бірге жүрді. Осы екеуміз де Сағыз құрамасында. Ауылда қалған жоқ ол да? Жоқ. Барлығымыз содан кейін Сағыз құрамасының ішіне қаладан Бекося келді, тағандамда, в общем, микс болдық қой, Сағыз құрамасы. Сағыз құрамасынан сосын сен асаба болып бөлініп кеттің да? Бөлініп кеттім деуге болмайды. Егер екінші команда құрып, тағы да КВН ойнап кетсем. Жастармен толыққан сияқты ғой Сағыз құрамасы да кейін? Жоқ, ештеңемен толыққан жоқ. 2000 сол Бекося келді командаға. Содан кейін команда сол бұрынғы составпен жүрдік. Егер де мен басқа команда құрып кетіп қалсам, бөлініп кетті деп айтуға болатын еді. КВН саласы бір бөлек, той саласы вообще бөлек. Той саласына қалай келдің енді? КВН-де жүрген ауылдың баласы. Той саласына баласы. жоқшылықтан келдім десең. Ол кезде тойда білесіздер ғой, біреу өнер көрсетсе ақша береді, анау-мынау. Сол КВН-де жүрген кезде бәрі маған айтатын, той жүргізесің ба деп. Мен қорқатынмын, жоқ, той алмаймын деп. Бірақ менің миымда жалпы вообще той жүргізем дейтін өмірімде мақсат болған жоқ. Содан енді КВН-де жүрдік, бірақ қалта қалың болған жоқ. Тіршілік жүріп жатты, оқудың бәрін бітірдік, ақша табу керек. Жұмыс жасасаң да оның зарплатасы тіпті өмірде қатты бір көтерген жоқ, жетпей қалып жатты. Амал жоқ. Бір выпускын өткіздім мектеп бітіруге үшін. Сол кезде жақсы өнер көрсеткен болуым керек. Сол кезде бір ата-ана ауылда, бізде Қызылқоғада, менің қызымның ұзатуын жүргізесің деп маған шегелеп айтып кетті. Ең бірінші. Мен үйінде не жүргізсем, выпускына жүргізсем, ол кісілердікі тамыз айында болды. Тамыз айында болатын тойға мен июньде дайындалып кеттім. Июнь, июль, август 3 ай дайындалдым. YouTube'тың барлығын қарап, қазір енді Әлібек Серғалиев қазір үзеңгілес амандас досым болып кетті ғой. Сол кезде YouTube жарып жатқан хиттар болды.
тамада, қандай тамады бар, солардың барлығын өзіме ұнайтын ақын айтыскер дегеннің барлығын дәптерге жаза бастадым. Тамадалардың бәрі солай дайындалатын сияқты меніңше. Әркімнен анадан мынадан сұрап қатты дайындалдым. Сценарий жаздың. Сценарий деуге де келе ма келмей ма бірдеңелер жазып жатамын, жаттаймын. Айнаға қарайсың, дайындаласың. Айнаға қараған жоқпын, үйде айна болған жоқ. Жағдай болған жоқ. Айна. Болды. Сосын сол күн болды. Августтың нешесі екенін ұмытып қалдым. Жүрек дейтін қатты дүрсілдеп тұр. Ең бірінші тойым жүргізейін деп жатқан. Оның алдында тойда КВН ойнап жоқ қой, бірақ КВН ойнаған бір бөлек, тойды жалғыз өзім басқарайын тұрған. Вообще мүлдем бөлек сезім екен. Сахнаға шыққан кезде өйтіп қорыққан жоқпын. 3 беттік жаттап алған бағанағы 2 ай бойы дайындалған материалым бар. Музыкант баладан сұрай берем. Не істейді деп. Осылай деп бағатын. Бисмилля, кеттік соған тойды өткізіп. Менен бір ақшасы жөнінде де келіскен жоқпыз. Себебі мен сөйлесіп төлемей екенмін. Қанша аласың тойға деген кезде в шоке. Мен айтқанмын ғой, бергеніңді аламын деп. Содан кетіп қалдық. Қанша адамдық той? Кәдімгідей 300 адамдық па, 250 адам. Үлкен той. Біреудің қызы қуанышы ұзатылайын деп жатқан. Содан бастап келіп жаттаған 4 жол 5 жолдан айда батырым. Бір мезгіл 2 тосттан кейін мына 3 бет жазған, 3 ай дайындалған бәрі бітіп қалды. Дым жоқ. Мәссаған ана жерде не айтам? Музыкант балаға не айтам? Одан бірдемелер жазып алып кетем. Анжеге бар оқимын, ол бітіп қалады, қайтып барамын. Не айтам? Той дейтін, в общем, көктер болып, не айтып не қойғанын білмеймін. Бітті той. Сол той өткеннен кейін тойдың есіне болдым апа деп, енді ақшамды алайын деп тұрмын. Тойдың есі тұрды. Рахмет деп 10 мың теңге кетіп қалды. Сон тойдың қандай деңгейде болған, сол кісінің берген 10 мың теңгесін көруге болады сияқты. Біреудің аялап өсірген. Енді мен ол кісіге айттым ғой, ескертіп, мен той басқарып көрген жоқ. Ойбай, сен басқарасың деді. Выпускной сияқты қылып жүргізесің деген болар. Выпускной енді балдарға мектеп бітіріп жатқан. Оңай болды да, прикол ұстауға, бір-бірімізге әзілдеуге, ойнауға. Енді ана жерде ештеңе айта алмай қалдым. Сол бір серпіліс берген сияқты, мотивация болған сияқты. Бұдан кейін мен Ақтауда жұмыс жасап жүрген кезде, сол бағытта, сол моментте Ақтаудан да сол қасындағы жұмыстастар жүргізбеші, енді той жүргізеді дейді ғой. Мен жүргіземін деп кішкене білмеймін. Сол кезде бір пысықтандым ба, әйтеуір заказдар жайлап ала бастадым. Қазіргі уақытқа салсам, мен қазір жатып алып ойланам. Сол кезде қалай шығып кеттім, сондай ешкім мені танымайды, ешкім маған той беруге сенбейтін уақыттарда мен қалай өйтіп той алдым екен деп өзіммен өзім таңғаламын да. Сөйтіп келесі бір Ақтауда барып бір той жүргіздім, ұрыс естідім. Ана бір той жүргіздім, барымша енді дұрыс емес бағыттарды көп алып сабақ болады екен ғой, адам қателесіп. Содан кейін Аллаға шүкір, енді қазір енді бүткіл Қазақстан болмаса да той саласындағы адамдардың бәрі білетін бір белгілі асаба болдым деп ойлаймын. Қазір сені біраз деңгейде танып қалды халық. Ақтауға өзіңнің мамандығың бойынша жұмыс жасауға кеттің да? 2011 жылы университет бітірдім Атыраудан, Досмұхамед, туризм мамандығы бойынша. Шыны керек, ешқандай мамандықпен барған жоқпын. Мамандық бойынша жұмыс жасаған жоқсың да? Жасаған жоқпын. Себебі ол сөйтсе туризм дейтін қатты бір оқып та қажет жоқ екен ғой, негізінде 4 жыл бойы бостамысқа ақшаң болса, сәл курс оқып алсаң, аша беретін агентство екен ғой. Біздер ондан 4 жыл оқып жүріп қой, сонда бізге не үшін оқып жатсың деп те айтқан жоқ, бірақ рахмет, әйтеуір студенттік жағы өтті. Ақша керек деп айттым бағана. Енді дипломный работа біреуге 70 мыңға қарызға жаздырып, оның ақшасын жабу керек сияқты. Мынандай сол кездегі тіршілік өзімізше проблема создавать етіп алдық. Ағам, Ерлан деген ағам, жиен ағам, Ақтауда бір компанияның директоры болып жұмыс жасап жатты. Бірақ Атырауский компания, Ақтауда Қаражанбас мұнай дейтін вахтовый методпен жасайды, біздің Қарабатан сияқты. Сол жерде, в общем, складтары бар, нелері бар, сондай жұмыс жасап жатты компаниясы. Сол маған ұсыныс тастады, сен завсклад боласың ба деп. Маған завсклад дейтін не миыма да кіріп көрмеген өмірімде. Бірақ ақша керек болғасын
хорошо дедім. Ойладым, 2 ай 3 ай жұмыс жасаймын да, сосын өзім мамандығыммен кетемін, ары қарай карьера дейтін әңгіме. Қайдан? Сол 2011-де сол мекемеге кіргеннен 8 жыл жасадым ғой сол жерде. 15 күндік вахтовый методпен мен сол жақта завсклад болдым. 2011-ден 2018-ге дейін ешкім білмейді. Бірақ сол салада сол жерде жұмыс жасап жүріп, мен уже КВН-ге де үлгердім. Бана тойымды да жүргізіп үлгердім. В общем, оның ішіндегі бастықтармен келісіп, бастықтардың тойын өткізіп, уже мен ары қарай свободын жүретін жағдайға жеттім жаңағы жұмыста. Завсклад болудың арқасында асабалыққа келдің. Оның арқасында деп айтпаймын. Маған просто 15 күн жасап, 15 күн жұмыс, демалған жұмыс көп көмегін тигізді деп ойлаймын. Соның ішіндегі басшысы апайларда маған көп одан кейін поддержка берді. Сол жұмыс саласында мен кетіп қалам. 1-2 күнге той басқарып келем, қайтадан келем. Сөйтіп жүріп, жұмысымды да тастаған жоқпын. Жаңағы финансовый проблема дейді ғой. Солардың барлығын сөйтіп Аллаға шүкір шықтық қой. Содан кейін асаба болып дайындалып жүрген кезде мынандай дәптер бастадым дедің ғой. Сол кімдердің кім бір асабаға еліктедің ба? Солардың мынандай дәптер бастаған сол 3 бет жаздым ғой. Сол жерде қалып қойды. Адам жүргізген сайын біздер енді мен КВН-ге қатысып, КВН-ші болып барып асаба болғаныма қуанам да. Себебі бізде КВН-де саморедактура дейтін болады. Адамның ішінен енді КВН-ның адамдары білмеймін, басқаларды бар шығар табиғатынан. Тез ойлауға, тез әзіл табуға, тез ситуациялардан шығып кетуге қатты мүмкіндік беретін мектеп болды. Содан кейін барып тойға келген кезде мен басында ананың стилін алып, мынаның стилін алып, ақынның 4 жолын алып жүрген кезде мен өзім емес, Дамир емес ана той жүргізіп жатқан. Тек аналарды жаттап айтып беріп отқан адам ретінде болдым. Бірақ тойда мен өзім қандай бағытта жүрдім, қазір не істеу керек, маған қатты уайым, енді анау бүйтіп қалса, біреу бүйтіп қалса дейтін өз-өзімен уайымдап жүрдім де 2016-дан бастап ойдым, жаймен өзімнің бағытымды таба бастадым. Маған 4 жол тақпақ керек емес екенін, маған мақал мәтел айтып, болмаса даусымды өзгертіп жаңағы өйстіп сөйлесіп жатады да, тойға келген кезде ассалаумағалейкум, аздарлықтау енді деп басқа бір адам болып кететін сондайда болып жүрдім де, артынан ол да керек емес екенін бәрін түсіндім. Шынайы Дамирді көрсету керек. Қазір той саласында қазір халықта біледі даже. Тамады емес, халықта тойға не керек екенін уже біліп алғанда, халыққа қандай тамады керек деп ойлағанда, мен айтайын, қазір сізбен қалай сөйлесіп отыр, тойда да дәл осындай бағытпен сөйлессе, адам тыңдауға, себебі адаммен әңгіме айтып жатқан сияқты боласың ғой. Сол секілді свободын жүрейінші деп сондай бағыт таңдадым. Ол таңдаған бағытыма өкінбеймін. Өте жақсы маған әсерін берді. Мен емін-еркін тойда мүмкіндігінше біреуден жетпеуге, әзілдеуге, біреу ұрсып қалса, ұрсып қалатын адам қазір аз, жоқтың қасы. Бірақ болып қалған жағдайда ситуациядан спокойно шығып кетуге, бір жағынан 10 жылдық тәжірибе ғой уже. Тәжірибенің өзі бір 3 жылдан кейін барып табасың ғой жолыңды былай. Кімдерді ұстаз тұттың деп айтсам? Енді асабалықта. Ұстаз тұттым, біреулер бар ғой, енді шынымен де қасында еріп жүріп, соның шәкірті болып, сол сияқты еліктеп, тұрысы, жүрісі, тукалар сияқты мысалы. болды. Бірақ менің тарапынан ондай болған жоқ. Айтып отырмын ғой, мен өзім ойладым, біреуге еліктеп, болмаса біреу сияқты болып жүргізбеу керек екенін білдім деп. Бірақ маған кейбір сұхбаттардан Жахан Отарғалиев айтатын, Дамир менің шәкіртім, мынау деп. Өзім жауап берейінші Жаханға. Жахан 2016, 17, 18-дерде қатты Ақтөбе жақ, батыс жақ, вообще по всему Қазақстанның қатты той жағынан мықты болып жатты. Сол кезде мен енді жүріп жатқан адам, мен екі рет ба Жаханға еріп, 1-2 рет той көрдім қасында. И соның стилі маған ұнайтын. Соның стилінен кішкене, ол да тоже КВН-ның бағытымен свободын жүргізе беретін.
соған қарадым да, сосын жақын екеуміз телефонмен сөйлесеміз. Ол айтады, мынандай ойым бар, мен айтамын, мынандай ойынды бүйтіп жіберсек қалай деп, сөйтіп ақылдасып. Мысалы, әлі күнге дейін мен жігіт жолдас, қыз жолдасты ойнататын ойыным бар өзімнің. Сол ең бірінші жақан екеуміз сөйлесіп, жақанның берген идеясы болатын. Соны кейде бір тойларда кездесіп қалсақ, әлі ойнатып жүрсің ба менің бірдеңе деп айтып қалатыны бар. Енді ұстаз емес, бағыт бағдар берген. Сол кезде Жақан Нұртарғалиевқа осы жерде рахметімді айтуға болады. Өте жақсы. Бірақ енді ұстаз анау мынау деп не істемей ақ қойсын десең. Иә. Рахмет Жақан, брат. Жалпы жаңа қарап отырмын, өмірдегі Дамир, өнердегі Дамир деп алсақ, өзіңнің қандай қасиетіңе көңілің толмайды? Қазір көпшіліктің алдында адамның өз туралы да ашып бергенге, мен мындаймын, мен андаймын дегенге де мен қосылмаймын қазір. Адам сыртынан қараған кезде адам құпия болу керек деп ойлаймын. Демек, өзіңді құпия ұстауға тырысасың барынша да? Барынша емес, біреуге менің ішкі жан дүнием біреуге біліп қажет жоқ деп ойлаймын. Менің ішкі жан дүниемдегі минус плюстарды өзіме жақын адамдар ғана білген дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, қазір енді білмеймін, көбінде біздің блогерлер таңертең ұйқыдан тұрады, кешке ұйықтап баратады. Лайфстильмен айтады ғой. Жақсы, біреуге қатты жарасады, сондай үйінде не болып жатқанын бәрін көріп отырасың. Біреу слишком кәдімгідей өмірдегі үтір нүктесінен айтып кетеді ғой. Меніңше танымайтын адамды сөйтіп көріп көшеден көрген кезде баяғыдан бір танитын адам ұқсап, қалайсың деп, мысалы мен Нұртілек бар ғой, біздің Нұртілек асаба. Үйіндегі Тоқи, Моқи, жаңағы Роми, балдардың бәрін жаттап алғансың ғой. Бірақ Нұртілекке өте жақсы жарасады да, Нұртілекке өзіне бір күшті да, таңертең ұйықтан тұрып жатқаны, кешке жатып жатқаны, үйінде не болып жатқаны бәрін салып отырады. Бірақ именно жарасатын адам бар, жараспайтын адам бар деп айттым, осы жерде Нұртілекке жарасады. Мен мысалы сол Нұртілектің сторисін қарап, үйіндегі бала шағасы, үйінде не болып жатыр, ремонтынан дейін бәрін біліп алғансың ғой. Сол сияқты мен мысалы Нұртілек сияқты дәл сөйтіп жасайын десем, маған білмеймін енді, маған вообще келмейтін сияқты табиғатыма. Сыртынан қараған адам нағыл деп жүр, мынау деп айтып қалуы мүмкін деп ойлаймын. Мүмкін ол ойым. Иә, өзіңнің жолың, өзің таңдаған үлгің, стилің деуге болады да. Тойдағы негізгі фишкаң сенің қандай? Негізгі бір адамды алып, соңына дейін сол кісінің мінін айтып шығу деген сияқты. Мінін айту дейтін. Толық адам болса, соның толығын той біткенше айтасың ба? Ол адам ұялып қалады, я болмаса ренжіп, саған бір болады ғой? Жоқ, болған болар кей тойларда, енді айттым ғой бана жүре бара, не керек емес екенін білдік деп. Кезінде біреудің толықтығына, біреудің мүмкін киім киісіне, біреудің арықтығына қатты бір тиісіп жіберген кезімізде болған болар емес, болды. Ол киім бар бәлеп түсіндік, то, что оны ортаға шығып, оның толықтығын айтатын болсақ, жан жақтағы адам оған көңіліне тиеді, ол өзіне кішкене бір ертеңгі күні өмірде ауырып алып қалуы мүмкін деген сияқты психологиялық тұрғыдан да зерттеп ойлап қарадым. Бірақ кейінгі кездерде мен өзіме сондай сараптап, мүмкіндігінше адамдарға жаңағы киіміне, сосын барынша жаңағы арық толық шашы жоқ дейтіндерге тиіспеуге барынша алшақ болам деп. Бірақ тойларда, мысалы мен кейбір тойларда шашы жоқ адамдарға мүлдем мән бермеймін. Біреулер тарақ беріп жатады, анау егерде бір тойда болды, сондай адам шықты да, шашыма тарақ бар ма деп өзін бүйтіп шашын қайырып жатқан сияқты болды да. Мен оған тиіскен жоқпын. Өзі барып маған приколса деген сияқты маған сұранып тұр өзі. Өзі барып заявка лақтырғаннан кейін барып жайлап өзінің айтқаны бойынша ұстағанымыз болды. Бірақ енді көбінесе мүмкіндігінше мен қазір соңғы уақыттарда сондай нәрселердің бәрін алып тастауға тырысып отырмын. Тойларда кімге әзіл дейміз, тойда мүмкіндігінше өзіміз қатарлы замандас жастарға. Сосын ортаға шығып өзі әзілге сұранып, өз
білінеді тойда. Қандай адам ортаға маған әзілдеш деп айтып тұрған сияқты өздері сұранып тұрады, сондайға ұстаймыз. Енді до конца ұстап алып, жаңағы ана адам есі шығып, настроениесі болмай жатса, одан сайын прикол жасап, оны жер қылып, мұндай көңіліне қарайсың бәрібір де. Ренжітпеуге тырысасыз ба? Барынша ренжітпеуге, егер әзілдесем де сол жерде оның қайтадан абыройын көтеруге, барынша соған өзім іштей жұмыстандым. Тойға шыққанда өзіңнің стилистің бар ма, немесе киім таңдауда болады ғой, біреумен ақылдасасың, дизайнерлермен деген сияқты. Меніңше қазір адамдардың көзі ашық. Баяға қарағанда адам не кию керек, қай жерде не істеу керек, барлығын интернеттен жасап тастады ғой бізге. Сондықтан да жалпы маған өзіме біреуден жаңағы стилист, дизайнер дейтін мен ешқандай ақылдасып көрмеппін. Өзім киінем. Мына цветпен мына қалай подходящий бола ма, мына үйлесе ма деген сияқты айнаға біраз былай киіп қарап, тойдан бір күн бұрын киіп қарап, сөйтіп. Қазір мен бірақ барлық демейін, бірақ көп асабаларға қараймын. Уже киінулердің барлығы жақсы болып біткен. Біраз асабалардың. Жалпы бір емес, бірнеше тойды басқарып, халықтың алғысына бөленіп жүрсің. Халықтың тарапынан саған сыйлаған бір ең қымбат сыйлығы бар ма? Енді ең қымбат сыйлық дейтін. Ставкіден бөлек өзіңнің ставкыңды айтасың, оны берет, одан бөлек саған қандай да бір сыйлықтар берді ме? Маған негізінде ең қымбат сыйлық шын жүрекпен қатты риза болып берген рахметі ғой. Көп тойлардан, үлкен кісілерден, мысалы той бітіп жатқан кезде бір ата келіп, болмаса әже келіп, мені түртіп, бергелші балам, мен саған батамды берейінші, рахмет деп айтқан сәттер болды. Вот ең қымбат сыйлық сол деп ойлаймын. Себебі ұйқыңда тыныш, жаңағы үлкен кісінің саған берген рахметі, үлкен кісінің саған берген батасынан кейін, білмеймін, ана жерде сенен бір бай адам жоқ сияқты, күшті болып көңіл күймен кетесің. Әлеуметтік желілерде қандай желілерге тіркелгенсің? Қанша уақытыңды арнайсың сол желілерге? Вот басты мәселе дейсің. Ол қазір мынандай уақытта мен бүйтем, мынаны сөйтем деп бүтін әңгіме айтпай қояйын. Бәріміз телефонға қатты кетіп қалдық негізі уақытымызды. Және бір сағат уақыт қалай кетіп қалғанын білмейсің ғой. Ұйқыдан тұра салып бір кім звондады екен деп бірінші содан бастайды. Менікі WhatsApp-тан қараймыз, телефон жаңағы тойдың адамдар и Instagram, ары қарай TikTok кетеді де, сол жатқанымен бір сағат өтеді ғой. Вот өмір кетіп баратыр да. Соны бірақ білеміз біздер, то что ол қалай қарамау керек екенін. Январдың 1 болса таңертеңнен бастап өтіп тұрам. Кешке ерте жатам. Болмаса келесі бірінші күннен бір әйтеуір число бар адамдарда бітпейтін. Келесі понедельниктен бастап таңертең 7-те тұратын боламын. Өзімді қолға аламын дейсің де, таңертең понедельник болған уақытта ұйықтап тасқаш деп жатасың, келесі аптадан бастайын деп. Сол сияқты қиын негізі, әлеуметтік желіде көп кетеді. Мысалы, екеумізде біреудің уақытын алып отырық қазір, қарап отырған адам. Жұмысын жаса деп. Ал демек сені қараса, ол значит сенің өзіңнің танымал болғаның, сені қарауға, сен туралы білгісі келсең, бірақ өзіңнің жеке өмірің туралы айтқың келмейді екен, иә? Мен айтатын несі бар? Мен бір Қайрат Нұртас сияқты болып ажырасып, болмаса қосылып жатсам, сол сияқты. Жаңа айтпақшы, менің жеке өмірім біреуге қызық қылып, болмаса. Бірақ қызықтырып, әлеуметтік желіде, Инстаграмда стористарға салып қоясың, Ақтауда жүргеніңді, сосын Атырауға келе жатқаныңды. Мен негізі айттым ғой, менің өмірімде Ақтаудың орны, жаңағы 2011-де, мен жалпы Ақтау қаласын мүлдем миымда жоқ қалайды негізі. 2011-де сол жаққа жұмысқа бардым. Сол жұмысқа барған кезде 15 күн кіріп шығып, 15 күн Атырау, 15 күн Ақтау, ортада жүріп, Ақтаудың қаласын кәдімгі жақсы көріп қалдым. Сол жақта жүріп, тойда да көп, мысалы, 3 той болатын болса,
оның бірі Атыраудан, екеуі Ақтаудан болатын. Себебі жұмыстастарымның тумасын ананы мынаны алып Ақтау жақта той басқарып үйреніп кеттім де, Ақтаудың жаңағы менталитетін, тойды қалай жүргізу керек екенін өзім бағытыма салып үйреніп алдым. Сондықтан да мен кейбіреулер Ақтаудікі деп ойлайды, Маңғыстаудікі. Бірақ менің сол алғаш рет той жүргізген сәтімнен сол жаққа ұнап қалған болуым керек. Мысалы аптаның бір күнде дәл қазірде солай. Мысалы ертең Ақтауға кетіп бардым деген сияқты тойға. Мысалы марттың бірі Ақтауда болсам, екісі Атыраудамын, үші Ақтауда болсам, төрті Атыраудамын. Кезекпен кезек сол үшін де Ақтауға тойға көп барамын. Аптасына неше рет аласың тойды? Жалпы 5-ші күн, 6-ші күн және жексенбі күндері өзі 3 күнде той жасайды ғой адам. Бірақ Ақтау қарамайды. Ақтау 1-ші күн, 2-ші күн, 3-ші күн жасай береді. Оларда өзі сондай тойшыл андай ғой, оларда салттарды алып қашып кетеді де. Дәрден алып қашып кетеді, кешке той дейді. Апта бойына тойда жүруге барсың. Енді апта бойында жүрген. Негізінде апта бойы емес, сол өзі күнделікте 5-6 демалыс күні, 3 күн той болып тұрса, қалғанда да басқа тіршіліктер бар ғой. Қазір сенің тек қана бизнесің осы асабалықта, басқа бизнес жоқ? Басқа бизнес жоқ, қазір осы жұмыс саласы. Мен өзім жасап жүрген жұмысымнан, мана Қаражан бас мұнай кен орнында, кейін барып зарплатым өсіп, жақсы таптым. 2019-да шығып кеттім. Завскладсың ба деп сұрайын деп отыр едім. Жоқ, сөйтіп карьерный рост жасауға болатын еді. Өзім жұмыстан шығып кеттім де, осы менің пока жұмысым осы асабалық болу керек деп, арнайы өзіме жұмыс ретінде қалдым. Мұнан екінші бір хобби болмаса, тағы бір деп екіншіге қалдырған жоқпын. Менің қазіргі басты жасап жатқан, сіздердің де жұмыстарыңыз жұрттардікі 5 күндік болатын болса, менікі 3 күндік деп, осын жұмыс ретінде қабылдадым. Ставкаңды айтасың ба? Ставка дейтін, бұрын сұраған кезде айтып, адам басына 1000 теңге деп. Ставка кейбіреулерге қымбат болуы мүмкін, кейбіреулерге қолжетімді болуы мүмкін. Әзірге Дамир деп шақырып тұрған кезде, енді өзіңнің бағаңды ыңғайлы, мүмкіндігінше қолжетімді қылып қойдық. Әркімге әртүрлі. 5-ші, 6-ші демалыс күннен бөлек болатын болса, жақсы жеңілдіктермен тойын жүргізіп бере аламыз. Так, жалпы өзіңнің алға қойған мақсаттарың туралы да бізбен бөлісе кетсең? Болашақта не істегің келеді? Тек осы асабалықпен жүре бересің ба? Енді ештеңе мәңгі емес ғой. Біздер асабалықпен жүре берем дейтінде әңгіме қате. Алдағы уақытта адам білмейді алдында не тұрғанын, бірақ мақсат қою керек, сол мақсатқа жету керек. Қазір жаңа айтып отырмын ғой, видеода адамды жігерлендіретін видеолар көп. Мен бұрын осындай таптым, қазір осындаймын. Сондықтан да адам өз-өзіне мақсат қою керек деген сияқты. Ол да дұрыс шығар, біреуге шынымен де мақсат. Уақыт өте келе бәрі де мүмкін мен осы дәл асабалықтан аламда мүлдем басқа салаға кетіп қалатын шығармын. Киноға да ұсыныстар түсіп жата ма? Киноға да ұсыныстар түсіп жатады. Түсті даже. Пока ештеңе айтқым келіп тұрған жоқ. Андай бір нәрсені орындап, сосын барып сұхбат бермесек, ертеңгі күні мен бүйтті деп едім, мен сөйтті деп, ол ертең шақырмай қалса, вдруг деймін да, мүмкін мен түспей қалсам. Сондықтан да жалпы шақырам деушілер болса да қарсы емеспін. Жаханмен хабарласып тұрасың. Мүмкін Жаханнан ұсыныс түскен шығар? Жоқ, Жаханмен хабарласып тұрам. Бірақ Жаханнан қазір Жахан кинода түсіріп жатқан жоқ. Басқа кино түсіріп жатыр Жахан. Менің стиліме бармайды дейді. Менің стиліме бармайды. Негізінде Алматы жақта көшіп кету керек та. Киноға бір нәрсе түсетін болсаң. Біздер Атырауда жүргеннен кейін мәдени орта деп Алматыны бекер айтпаған шығар. Себебі Алматыда жүрсең, бүгін жатсаң, ертеңгі күні бір съемка бар еді. Болмаса сізді осындай ұсынысқа шақырар едік деп, мысалы, маған да келеді да. Мен Атырауда жүргеннен кейін бір кішкентай бір көрініп кететін рөл үшін адамдар жатып алып, андай аузын кең қылып ашады ғой, бір Қазақстанның халық артисі қылсап, мені бір главный рөлге шақыру керек деген сияқты бір жатамыз ғой. Бірақ негізі ерінбесең, сол барып түскеннен жайлап барып кетеді ғой адам. Біздерді Атырауда жүріп шақырады,
Сосын қандай рөл десең, мына жерден бүйтіп көрініп кетесің, мына жерден бүйтіп кетіп қаласың, мына жерден кішкентай рөл деп ұсынады да. Сосын қарайсың да, жоқ мен бос емеспін деп өзі отказ. Сондай нәрселер жетпей жатыр. Ол үшін киноға түсу үшін Алматыға барып тұру керек сияқты. Болашақта басқа қалаға көшу ойыңда бар ма? Ештеңе айтпаймын, білмеймін. Аллаға мәлім. Тек осы уақытта қазір қандай сезімде тұрсың? Дәл сол күнделікті өміріңе қатысты шешім қабылдайсың, алға жоспар қоймайсың да? Мысалы, той өткізгенде 2 ай бойына бір алдын ала жоспарлап жатады ғой, 1 жылға деген сияқты. Қалай сонда адамға алдына жоспарламайтыныңа қатысты айтып тұрғаным ғой, неге жоспарламайсың? Жоқ, жоспар болады ғой. Кез келген адамда іштей жоспар болады да. Так, мынаны бітіргеннен кейін ертең мен анда баруым керек, мынаны деген сияқты. Бірақ енді халыққа бүйтіп мен бүйтейін деп жатырмын, сөйтейін деп жатырмын деп айтатындай бір анық нәрсе емес те. Қызылқоғадан шыққан ауылдың қарапайым баласы, ол Сағыз құрамасымен танылған, одан кейін мықты асаба. Енді халық сенің ертеңнен үміт күтеді ғой, бұл біздің бала, бұл бір жерде жарып шығу керек деген сияқты үміт артып отырады ғой. Сол себепті жоспарларыңды білсек деп едік негізі. Халық енді үміт артқанда сол біздің бала той басқарып жатса, көрсе, сол мынау біздің бала, біздің ауылдың баласы ғой дейді. Соның өзі де мысалы іштей ой біздің ауылдың баласы деп айтуға болатын шығар, ауыз толтырып. Енді ол одан әрмен қарай мен ойлаймын, халыққа танымал болу үшін сіз айтпақшы киноға түсу керек шығар. Және жай ғана киноға түспей, ол киноң сенің халық танытатындай, керемет касса жинайтындай мықты актер болып кетіп танымал болу. Егер танымалдық болатын болса, білмеймін енді қалған жағдайда. Жаймен баяу айтады ғой, үздіксіз, бірақ жаймен деп, жаймен келе жатқан сияқтымыз барлығына. Дамирдің логикасы қалай? Біздің келесі кезеңіміз сіздің логикаңызға байланысты, есепке қалай деген сияқты сұрақтарға арналады. Қай айда 28 күн бар дейді? Осы біздің ақпан айында 28 күн. Барлық айда 28 күн бар. Бірақ 28-нен бітетін жалғыз ақпан. Бекер завсклад болмағансыз. Завсклад бір қатты бір есеп керек емес қой. Жердің ортасын не бөліп тұр? Жердің ортасын... Туризм, география. Ойбай, глобустағы орта сызық бар ғой. Аты қалай еді? Эквадор ма? Дұрыс. 4 қойдың неше аяғы бар? 4 қойдың 16 аяғы бар. Мені ешкім түсінбейді. Неге? Білмеймін. Сен түсініксіз шығарсың. Өйткені ол ешкі ғой дейді. Өзі түсінбеді ма сұрағын? Мына сұрақты деген. Кім бауырым дайындалып кетші бар. Елімізде талдармен жасалған қорған қай қалада? Талдықорған. Тарихта ең үлкен қалпақ киген кім? Басын нән адам? Басы ең үлкен адам. Дамир, бағана біз YouTube проектіміздің жалпы кезеңі бойынша, соңғы кезең деп айтсақ болады, суреттер береміз, сол суреттерге қатысты өзіңнің өміріңе байланыстырып, бір әңгіме құрастырып берсең. Өмірге байланыстырып па, әлде жалпы оқиға ма? Оқиға құрастыр, бірақ өзіңнің өміріңе қатыстыр. Үкі деген деп КВН-да сценарий құрастырасыңдар ғой сол. Иә. Жоқ, қалай бастайын? Мен бүйтіп ұстап тұрамын ба? Жоқ, айта бер. Үкі? Иә. Өміріңде жалпы үкіні көрдің бе? Жалпы үкіні көрдім өмірімде. Баяғыда біздің бала кезімізде бір есіме именно осыны көрсем есіме түсе береді. Бір жылдары көбейіп кетті. Үкі? Қызылқоғада, Сағызда. Ауылда, Жангелдин дейтін ауылда мен. Енді енді білмеймін кім шығарған, кімнің үйіне барып, Алла сақтасын, кімнің үйіне барып қонады, сол үйде жамандық болады деймін, бірдеме дейтін біреудің бір шығарған нәрсесі болды. Үкі кімнің үйіне қонады? Иә. Соның қонса болды, тек өзіміз қайғырып, ананы ұрып, қуып, сондай бір нәрсе болған. Өзі бір үкі? Білмеймін, өзі бір үкі. Жангелдинде ол уақытта нешеге жүргендерін бір рет көргеніміз, сол кезде сөйтсек ол дейтін, кәдімгі күндіз көзі көрмей қалады, ана жерде көзі көрмей қаланы қалып қойған бірдемелер екен ғой. Бала кезде бір нәрсе көрсең, ұрып, оны таспен, сондай нәрсе жасаймыз ғой. Біреудің үйін таңдамайды деді. Иә. Так, сонымен бастаймыз ба? Үкі. Дамир ауылда жүрген кезінде бір үкіні
Жоқ, ондай емес. Хорошо, кезінде осындай оқиға болды. Біздің ауылда осы сондай бір кімнің үйіне қонады, сол үйге жамандық алып келеді дейтін үкіні. Содан барлығымыз үкіні ана жоқ қылу үшін, короче, ақшасына үкіні өлтіретін адам іздедік. Содан үкіні өлтіретін адам таба алмай, ешқандай адам бармайтын болғасын, 2 қара мысық қайттық қой. 2 қара мысық кәдімгі осындай үкі өлтірумен айналысатын мысық екен. Содан оны қайдан табамыз деп, содан осындай әжетханада отырады екен. Содан барып үкімен сөйлесіп, мысықпен сөйлесіп, содан 2 мысық үкіні өлтіріп, осыншама үкі жинады ғой олар екеуі. Қаладан алып келген мысық па бұл сонда? Білмеймін, жалпы не бойынша, жарнама бойынша айтқанбыз ғой. Содан осында барып барлық үкілерді бүйтіп жинап, мана 2 мысық тапсырды бізге. Тапсырдықта мана үкілердің бәрін жаңа инопланетянға беріп жібердік. Өздерің бол деп. Сол қазір үйдің айналасында үкі де жоқ, дым жоқ, тып-тыныш, өзіміз бақытты өмір сүріп жатырмық. Болды. Демек, үкі қонған үй осындай үй болып кетеді. Сөйте айта салайық. Екеуміз күшті ертегі айттық. Ал балалар ертегі ұнады ма? Ұйықтаңдар енді. Құрметті көрермендер, біздің келесі кезеңіміз Атырау ақпараттың арнайы біздің қонағымызға дайындаған сыйлығы бар. Соны тапсыруға рұқсат етсең. Мынадай сурет. Тойдан кейін қандай сыйлық алдың дейтін еді. Иә. Сол сияқты сұхбаттан кейін жақсы сыйлық болды, рахмет. VIP қазақ деп жаздық. Дамир ғана емес, VIP қазақ. Қазақтың бәрі VIP болсын деген мақсатта. Мына сыйлықты саған табыстаймыз. Ой, рахмет. Үйіңе іліп қойсаң болады. Хайп еместі еске алып отыр. Сыртына келіп тұрады сосын. Бір новый фотосессия жасау керек еді. Афишалардың барлығында жүр. Осы фото жүр. Сайт, рахмет саған. Тек мынаны қайда, үйге іліп қоямыз ба? Үйге іліп қойсаң болады. Сіздің өзіңіздің осындай сурет болса үйге іліп қояр ма едіңіз? Жоқ, өзіңіздің, мысалы, VIP қазақ дейтін мектеп күшті. Иә. Әлде бүйтіп қойып қоюға ма? Қайда қойып қоясың? Білмеймін. Астына Зав склад болған кездегі. Жақсы. Жақсы, рахмет. Адамда сыйлық дейтін сыйлық жаңағы бағасын емес, шын көңілмен берген сыйлық дейді ғой. Ниеттеріңізге рахмет. Ұжымдарыңыз, бағдарламаларыңыз алға дами берсін, өсе берсін. Хайп емес, хайп болсын. Бүткіл Қазақстан іздеп қарайтындай бағдарлама болсын. Біздер Атыраудың жергілікті өзіміз ғой деп шақырып атқандарыңызға рахмет. Сәл болса да халық біледі ау деген жандарды. Ертеңгі күні осында осы хайп емеске мені шақырса ғой деп армандайтындай бағдарлама болсын. Өзің секілді біздің белсенді, өнерлі, өте танымал жастарымыз көп болсын. Рахмет.